Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ПП паста рецептін ұсынамын. Дәмі бойынша кәдімгі пастадан қатты айырмашылық сезілмейді. Өте дәмді әрі қарапайым рецепт. Дайындауларыңызға кеңес беремін. Алдымен барлық қажетті ингредиенттерді ұсақтап турап аламыз. Пиязды видеода да ұсақтап тураймыз. Сарымсақты да өте ұсақ қылып тураймыз. Қызанақты қатты ұсақ емес, орташа қылып тураймыз. Кәдімгі қызанақ немесе черри қызанағы болса тіпті күшті. Тауық етін орташа қалыңдықта ұзынша етіп тураймыз. Макаронға менде бантики из твердых сортов пшеницы. Кәдімгі спагеттиді де қолдануға болады, бірақ міндетті түрде из твердых сортов пшеницы болсын, немесе гречневый түрлерінде қолдануға болады. Ыстық қайнаған суға шамамен 200 граммдай бантики саламыз. Тұздаймыз және де қаптамада көрсетілген уақытқа пісіреміз. Бірақ 1 минутқа жеткізбей пісіреміз. Егер қаптамада 10 минут деп көрсетілсе, онда 9 минуттай пісіреміз. Қалған 1 минутты тауық етімен қоса бұқтырып пісіргенге есептеледі. Енді қызған табаға 1 ас қасықтай зәйтүн майын құйып, ұсақтап туралған пияз салып, қуырып аламыз. Пияз қуырылған соң тауық етін салып, шамамен 2-3 минуттай қуырамыз. Қуырылған соң үстінен кішкене ыстық су құйып, 5-10 минутқа бұқтырып қоямыз. Бұқтырылып піскен соң үстінен қызанақ салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен сарымсақ саламыз және тұздаймыз. Бұрыш және дәмдеуішке базилик қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кілегейдің орнына сүт және 2 ас қасық қаймақ қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен бантики салып, қайтадан жақсылап араластырып, 2 минуттай бұқтырып пісіреміз. Піскен уақытта үстінен үкіштен өткізілген ірімшік салып, араластырып, ірімшік езілгенше қоя тұрамыз. Міне осындай қарапайым ПП пастамыз дайын болды. Үстінен себуге міндетті түрде көк шөп қолданыңыз, укроп, петрушка, қалауыңызша.
сондықтан бұл рецепт өзіме ерекше ұнады. Клейге қосылмаса да қатты айырмашылығы аса байқалмады. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сұрақ болса міндетті түрде пікірге қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет айтамын. Міндетті түрде лүпіл басып қойыңыздар. Және де рецепттер жоғалтып алмас үшін каналыма тіркелуді, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!